Сәлем достар, бүгін мен сіздермен оңай дайындалатын бұқтырылған фрикаделька тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Қуырудың қажеті болмайды, қолжетімді заттармен бұқтырып дайындайтын боламыз. Және кешкі асқа дәмі өте керемет болып шығатын жеңіл тағам. Менімен бірге болып дайындап көріңіздер. Және видеоның соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен көкөністерді турап дайындап аламыз. Пиязды жіңішкелеп, жарты дөңгелек етіп тураймыз. Сәбізді бірінші дөңгелектеп, содан соң төрт бұрыштап, ұсақтап тураймыз. Қызанақты да дәл солай бірінші дөңгелек етіп, артынан ұсақтап турап аламыз. Картоптың да қабығын аршып, жуып тазалап, бұны да жарты дөңгелек етіп турап алдым. Енді қазанның астындағы отын орташаға қойып, ішін құрғатып, сұйық майдан аз мөлшерде құйып, майды қыздырып алып, бірінші туралған пиязымызды саламыз. Көкөністерді қуырмаймыз, осылай шетінен үсті-үстіне сала береміз. Пияздың үстіне туралған сәбізді саламыз. Қалауларыңызша тәтті болгар бұрышында қосуға болады. Сәбізден кейін қызанақты салдым. Рецепттің барлық мөлшері мен құрамын сипаттама бөлімінен, яғни видеоның астыңғы жағынан таба аласыздар. Бұдан кейін картопты салып, үстіне дайын фрикаделькілерді шетінен салып шығамыз. Мен алдын ала фаршқа ұсақтап туралған пиязбен бір түйір шикі жұмыртқаны салып, араластырып алып, осылай дөңгелектеп фрикаделька жасап алдым. Көріп тұрғандарыңыздай көкөністерді араластырмай, үстіне бірден дайын тұздықты құямыз. Тұздықтың дайындалу мөлшерін сипаттамаға жазып қоятын боламын. Енді қазанның қақпағын жауып, бір рет қатты қайнатып алып, астын басып 30-35 минут бұқтырамыз. Міне 30-40 минуттан кейін тағамымыз пісіп шықты. Осылай ыдысқа салып алдым. Бұл дәмді әрі тойымды тағамды осылай жеке өзінде жей беруге болады. Немесе қасына гарнирге осылай күріш пісіріп қойсаңыз да болады. Күрішті макаронмен қосып пісіріп алдым. Күріштің пісіру әдісін келесі видеодан көретін боласыздар. Осы бұқтырылған фрикаделькиді сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге ас болсын. Мен 2 порциялық мөлшермен жасадым. Егер де отбасыңызда адам саны көп болса, қалауыңызша көбейтіп жасай аласыз. Бұқтырылған тағамның бір пайдасы көкөністердің барлық дәрумендері өз бойында қалады. Егер де менің видео рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және алдағы шығатын видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Поделиться белгісін басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айнұр, бәріңізге сәттілік.